интеллектке салдық, және сол жасанды интеллект бізге жаңағыдай салыстырмалы түрде енді суретін және де бізге нені берді, атауын берді. Соны сіздерге презентация ретінде жасап, сіздерге соны ұсынсақ деп отырмыз. Бұл жалпы оқушылардың патриоттық тәрбиесін арттыру үшін. Жалпы Колорадо каньоны білесіздер, әлемдегі ең туристер көп баратын ең әсем жер. Одан ешқандай кем түспейтін Ұланғайыр ұлы дала жауһары Шарын Шатқалы Алматы облысында орналасқан. Біз Төле би ауданында Құралахан емеспіз. Ақсу шатқалы, Төле би ауданындағы жалпы Орта Азиядағы ең үлкен шатқал біздің ауданымызда орналасқан. Джамал шыңы бағана көрсеткен әлемдегі ең биік шың. Біздің хан тәңіріміз одан кем түспейді. Ең аса әсем шыңдардың бірі. Күн батқан кезде мәрмәр беткейлерін қызыл түске боялатындықтан бұны қанды тау деп те атайды. Бізде де ең биік нүкте біздің Түркістан облысының және Төле бидің ең биік нүктесі біздің Төле биде орналасқан Сайрам шыңы 4428 метр. Ақсу жабағылы жақта бар. Бұл Кушавел тау шаңғысы туризмі жақсы дамыған аймақ. Алматы маңындағы Шымбұлақ, Іле тауындағы ең биік 2510 метр биіктіктегі шаңғы базалық курорты. Төле биді тағы да құрламаймыз бұдан. Мына Төле би ауданы Таусамалы біздің ауданда орналасқан тау шаңғы базасы осы. Құдай қаласа осы жерден шыққаннан кейін барып көресіздер, тамашалайсыздар. Тұр осы жерде. Швейцария мемлекеті жалпы тау көлдерінің ішіндегі ең әдемісі Швейцарияда. Біздің үлкен Алматы көлімізде одан кем түспейді. Ауа райына қарай көлдің түсі өзгеріп отырады. Ашық күндері көгілдір түске боялса, бұлтты күндері сұр қара сұрға реңге енеді. Тағы да біздің Төле би ауданымыз бұл Сайрам су көлі 1800 метр таудың басында орналасқан ең әдемі көлдердің бірі. Брайс каньоны жалпы табиғат өз қолмен жасалған табиғат ескерткіштерінің ішіндегі ең әдемісі осы екен. Табиғат ескерткіштерін айтқан кезде Кемпіртасқа тоқталмасқа болмас. Павлодар облысында орналасқан. Bir қырынан қарасаңыз ерекше қыз кейпінде, бір қырынан қарасаңыз әженің кейпінде. Жаңағы аңыздарға сүйенсек, бұл зарға күткен, соғысқа кеткен баласын зарға күткен тасқа айналған ананың бейнесі екен. Бұл жерде де Төле би ауданы Құралахан емес. Бұл қырық қыз деп аталады. Төле би ауданындағы табиғат ескерткіші. Ерекшелігі сол, жау қолына түскісі келмеген қазақтың қырық қызы тасқа айналған екен. Осыны қырық қыз деп атайды біздің ауданда. Төле би ауданындағы ең керемет табиғи ескерткіштің бірі киелі ескерткіш. Бұл ғайып ерен 40 шілден. Туристер өте көптеп келеді және күнәсі көп адамдарды тас қысып қалады деген наным сенім бар ортасынан өткен кезде. Өте денеге қарамайды екен. Үлкен ба кіші ма арық адам өзі өте алмай қалады екен деген сондай. Бұл енді аңыз. Өзім сенбеймін, шын айтып қояйын. Сен үлкен деп адамын да. Бостандық мүсіні енді бәріміз білетін туристердің ең сүйікті орындарының бірі. Біздің Шымкент қаласының ең керемет ескерткіші, мақтанышы Бәйдібек бабамыздың құрметіне арналған еліміздегі ең биік ескерткіштің бірі 23 метр биіктігі. Обязательно бұл? Берден Төле би ескерткіші біздің Төле би ауданын Төле би аталу себебі біз енді сол Төле бидің ұрпағымыз биіктігі 23 метрден тұратын ауданымыздың ең биік жерінде орналасқан ең биік ескерткіштің бірі. Бұл көмір тереконы Донецк облысында орналасқан ең биік көмір терекондардың бірі. Бұдан кем түспейтін біздің Қарағанды облысындағы шақты көмір тереконы. Енді сіздер ойлап отырсыздар, бұл көмір терекондары не үшін алып жатыр бұлар деп. Оны алып жатқан себебі Ленгір қаласының қала болып, елді мекен болып қалыптасуы Ленгірдің көмірінің арқасында. Ленгірдің астының бәрі көмір. Біздің ауданда орналасқан ең үлкен қала келген адам бәрі сұрайды, бұл Жанартау ма деп та. Бұл негізінде көмір терекондары. Жолдан келген кезде көрген шығарсыздар Қаратау. Эскандида карьері ең үлкен мыс карьері болып есептелінеді. Және Сарбай карьері Қостанай облысында орналасқан тереңдігі 540 метрге дейін қазылған ең үлкен темір карьері. Біздің ауданда Құралахан емес, біздің ауданында цементтің ең үлкен шикізаты бар, және де осы цемент карьері.
Бұл Кока-Кола енді білмейтін адам жоқ. Әлемдегі ең көп ішілетін сусын. Бұған бәсекеге түсетін Сарыағаштың шөл дегенде шөліңді басатын Сарыағаштың минералды суы. Енді Төле не шара деген деп тұрсыздар ғой, бұны айтпаймыз. Төле бидің Дихангүл қымыз деген мүмкін естіген шығарсыздар. Қымызымызбен біз Қазақстанға атымыз шыққан екен. Осы қымыз жіберейік. Венеция, қазір ол жайлы айтамыз. Венеция Венеция қаласы су үстіндегі қала. Оны Венецияға бармай-ақ өзіміздің Түркістандағы ең үлкен Орта Азиядағы ең үлкен керуен-сарай кешені Венецияға барғандай әсер қалдырады. Сіз Төле би құтты осымен. Марс ғаламшары жалпы кез келген адам армандайды ғой, бір космосқа барсам, өзге ғаламшарды көрсем деген сияқты. Бірақ та сіздерге совет береміз, Марсқа бару қажет емес. Бақытты өзге ғаламшардан іздегенше өзіміздің Маңғыстау облысындағы керемет көркем жерлері Бозжыра шатқалына барып, құмды ландшафттардың ішінен биіктігі 250 метрді құрайтын таңбалы тастарды тамашалап қайтпасқа не керек? Оны өзге ғаламшарларда табиғат деп атайды ғой негізінде ше. Бұл Стамбулдағы аспалы көпір бәрімізге таныс ең үлкен, ең ұзын көпірлердің бірі дүние жүзіндегі. Бұл жерде Семейдегі аспалы көпір ешқандай Стамбулдағы көпірден еш қалмайды. Ұзындығы 1086 метр, ені 35 метр, биіктігі 90,5 метр керемет көпір сөзімізде де бар. Бұл Петр кешені Ядарайда орналасқан, ерекшелігі мыңдаған жыл бұрын жартасты ойып салынған шіркеу есептеледі. Бұдан да кем түспейтін біздің Қазақстанның діни сакралды нысандарының бірі Бекет атты жерасты мешіті Маңғыстауда орналасқан. Бұл қызыл қоқиқаз құстардың ішіндегі ең әдемісі. Бұл енді көбінесе Африкада және Азияның жыл аймақтарында мекендейді. Африкаға бармай-ақ өзіміздің қорғалжындағы қоқиқаздарымызды тамашаласақ болады. Ең аяқтары ұзын құстарға жатады, биіктігі 1,5 метр. Ерекшелігі, қоқиқаздың ерекшелігі сол, ең солтүстікке ұшып барған жер Қазақстан екен, одан артық ұшып бармайды екен бұл да. Бұл енді Сахара, бәрімізге таныс. Біздің өзіміздің әнші құм Алтын емел ұлттық саябағында орналасқан әлемдегі 6 жерде бар екен бұндай әнші құм, бұндай құмдар 6 жерлерде орналасқан. Жел соққанда? Жел соққан кезде ызыңдаған дыбыс шығады. Әдем бір әуен шығады. Бұл Шандонг үңгірі Вьетнамдағы дүние жүзіндегі ең терең және ең әсем үңгірлердің бірі. Түркістан облысындағы Бәйдібек ауданындағы Ақмешіт біздің ең үлкен, еліміздегі ең үлкен үңгірдің бірі. Бұның жаздың күні 40 градус аптап тұрған ыстықта, бұл үңгірдің ішінде 17-19 градус болады. Атом молекулаларына құрметіне салынған бірнеше шарлардың жиынтығы Брюссель қаласы. Әлемдегі ең толық шарлы ғимарат болып саналатын экспо шарымызбен мақтануымызға болады, және бұл диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр. Гиннестер кітабына енгізілген. Және соңғысы бұл Канаверал ғарыш айлағы Америка құрама штатындағы ғарышқа саяхат жасалынатын жердің бірі. Енді бұл байқауымыз шығады, сразу айтып қойайын. Қазір дұрыс демей қалды. Бізде ғарыш айлағынан кем демес, біз әлемдегі ең алғашқы және ең үлкен ғарыш айлағы Байқоңыр. Және де ай түнде керек, ақыл күнде керек, ұлтын ұлықтамаған ұрпақ күнге керек демекші. Енді мен Қаныш Сәтпаевтың сөзімен аяқтап келіп отыр. Қазақтан шыққан тұңғыш геолог, қазақ ғылымының атасы, бағана өзі айтып кеткендей, өз елінің қара тасын мақтап ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жатпақ емес демекші. Енді сіздер бір минут қазақта сөз